Тың игеру туралы не білесің? Тың игеру қай облыстарда басталды? Тың игерушілердің әлеуметтік жағдайы қандай деңгейде болды? Қазақстанда қандай көлемде жер жыртылды? Тың игерудің пайдасы қандай болды? Осы сұрақтарға жауап берейік. Тың игеру туралы не білесің? Тың игеру тың және тыңайған жерлерді игеру КСРО-да, атап айтқанда Қазақстан, Сібір, Орал, тағы басқа өңірлерде 1954-1960 жылдары жүргізілген науқан. Жалпы соғыстан кейінгі алғашқы жылдар ауыл шаруашылығы үшін аса қиын болды. Құрғақшылық елдің, әсіресе оның еуропалық бөлігінің ауыл шаруашылық жағдайына өте ауыр тиді. Жағдай жұмысшы күшінің жетіспеушілігінен де ушықты. Ауыл шаруашылық машиналарының көбі соғыс жылдарында істен шықты, ал жаңадан алынатын машиналар саны аз болды. Қазақстанда астықтың және басқа ауыл шаруашылық өнімі өндірісін шұғыл арттыру міндеттерін табысты жүзеге асыру үшін Никита Хрущев республикалық басшылықты нығайту керек деп шешті. 1954 жылы ақпанда Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшылығына Қазақстанда ешкімге белгісіз Пантелеймон Пономаренко сайланды. Бұрынғы хатшы Жұмабай Шаяхметовті қызметінен босату мәселесін Кремльде шағын топ қана шешті. Ал шын мәнінде Жұмабай Шаяхметов тың жерлерді тез арада игеру идеясын қолдамаған. Сонымен 1954 жылы 23 ақпан мен 2 наурыз аралығында Компартия орталық комитетінің кезекті отырысында елде астық өндіруді ұлғайту мен тың және тыңайған жерлерді игеру туралы қаулы қабылданды. Қай облыстарда тың игеру басталды? Тың жерлерді игерудің басым көпшілігі негізінен Қазақстанның солтүстігіндегі Қостанай, Ақмола, солтүстік Қазақстан, Көкшетау, Торғай және Павлодар облыстарында жүзеге асты. Тың игеру науқанына еліміздің басқа аймақтарынан еріктілер ағылып келді. Тың игерушілердің әлеуметтік жағдайы қандай деңгейде болды? Тың игерушілерге көмек те қарастырылды. Еңбекшілерге, келіп жатқан тың игерушілерге жеңілдіктер жасау, өндірістік жоспарды орындаған кеңшар жұмысшыларына және олардың еңбек сіңірген жылдар үшін сыйақылар беру арқылы тың игеруге қолдау көрсетілді. Тың игерушілер 2-5 жылға ауыл шаруашылығының салығынан босатылды. 1954 жылдан 1963 жылға дейін Қазақстанға одақ құрамындағы Украина, РКФСР, Белоруссия, Молдавия және Литвадан мыңдаған отбасы қоныс аударылды. Қазақстандық тың игеруге Болгария азаматтары және Қытай Халық Республикасының қазақ репатрианттары да қатысты. 1954 жылдың бірінші жартысының өзінде тек Ақмола облысына ғана 20 мыңнан астам адам тың игеруге келді. Жалпы Қазақстанға 1954-1962 жылдары тың игеруге КСРО-ның еуропалық бөлігінен 2 миллиондай адам келді. Қазақстанда қандай көлемде жер жыртылды? Қазақстанда тың игеру қарқынды жүрді. Тек 1954 жылдың өзінде шамамен 6,5 миллион гектар тың және тыңайған жерлер жыртылды. Ал тың игеру жылдары Қазақстанда барлығы 25 миллион гектар жер жыртылған екен. Тек сол жылы ғана ұжымшарлар және МТС-тар 4 миллион 847 мың гектар, кеңшарлар 3 миллион 684 мың гектар жаңа жерлерді игерді. Осылайша, тың және тыңайған жерлерді көтеру туралы 2 жылға есептелген мемлекеттік жоспар елеулі қарқынмен 1 жыл ішінде жүзеге асты. Тың игерудің пайдасы қандай болды? Тың игерудің республика шаруашылығы мен тұрмысына тигізген пайдасы баршылық еді. Бірінші, тың республиканың экономикасын, ғылымы мен мәдениетін дамытудың қуатты тездеткіші болды. Екінші, Қазақстан ірі астық өндірушіге айналды. Қазіргі таңда Қазақстан астығы 40 мемлекетке жөнелтіледі. Үшінші, тың өлкесінде темір жолдар, электр және байланыс желілері тартылып, инфрақұрылымның дамуына мүмкіндік жасалды. Төртінші, 337 жаңа астық кеңшары құрылды. Бесінші,
Ауыл шаруашылығының көптеген салалары өрге басты. 6. Материалдық техникалық базаны қайтылды. Тың игерудің республика шаруашылығы мен тұрмысына тигізген зияны да көп болды. Атап айтар болсақ, 1. Тың игеру тым шұғыл және асығыс жүргізілді. Республикада 25 миллион гектардан асатын тың және тыңайған жерлер өте қауырт жағдайда игерілді. 2. Мыңдаған жылдар бойы топырақ түзілу үдерісінде пайда болған жер құнары үрленіп, шаңданып, тозаңданды. Сөйтіп, ұлан-ғайыр жер, жел, су эрозиясына ұшырады. 3. Астықтың бағасы оның өзіндік құнынан әлдеқайда төмен болды. 4. Егін орағы экономиканың басқа салаларынан орасан көп техника мен адамдарды қатыстыра отырып, аттандыру әдісімен жүргізілді. 5. Мал шаруашылығына кері әсері болды. 6. Халықтың демографиялық құрамы өзгерді. Тың игеру қазақтардың үлес салмағының кемуіне әкеліп соқтырды. 7. Қазақ мектептері жабылып, орыс мектептері көбейе бастады. Жалпы қазақ тіліне, мәдениетіне нұқсан келді.